Сәлем достар, орнына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде кедей отбасының 3-ші бөлімі болатын болады. Арыма тіркеліп балықтарыңыз болса, подписка болсын. Как ойлайсыз, біз сериалымызды бастайық. Так, қандай тамақ жасасам болады? Так, жарайын мен. Не жасай салайын? Так, кешкі асқа не жасай? Атын немене жұмыртқа салайын. Так, екі жұмыртқа. Так, не болды? Қазір салып аламын. Болды. Иман жабайық. Так, тарелкаларға салып алайық. Мына жұмыртқаларымызды әдемі болып пісіпті. Ой, бір салынбай алды. Вот. Так. Не кетті мынау. Так, енді шай, пәй құяйық. Қарны ашып кетті ғой, бір-екі үшке намаз қойып едік. Қарны ашып өлетін болдық қой. Так, ертең бұйырса күшті күн болайын деп тұр. Қызым, бері кел, кешкі астайын. Анам шақырып жатыр, барайын. Қарным онсыз да ашып тұр менің. О, жұмыртқа ма? Онсыз да қарным ашып тұр еді. Қандай тәтті сияқты. Иә, қызым, ал енді жеп алайық. Ал ас болсын. Иә, сізге де ас болсын. Мен жейінші. Мен тәтті ғой. Дәмеден кайф. Қойыш, қызым, рас па? Әрине. Я шынымен тәтті болыпты. Негізі мен продуктыны бүгінге арнап алғанмын. Ертеңінде алу керек болды ғой. Мен анашы, мен сізге бір нәрсе айтсам бола ма? Айта бер, қызым, айта бер. Бірінші маған мыналар тасылап көмектесші. Так, келіңіз, мен сізге көмектесші. Менде бір ой болып тұр, анашым. Қандай айта бер, қызым? Менде жұмыс істейінші өткәнәш. Не? Жұмыс істеген несі? Қайдаған айтпашы сенде бір. Ақыры әрең осындай үйді әрең алып па осы үйді? Жоқ, қызым, болмайды, сен жұмыс жасамайсың. Мен сені айтпақшы, мен сан бір нәрсе айтқым келіп тұр. Айта беріңіз, мен сені бір мектепке берсем деймін. Сол ертең мектебіңе барып, осы жақын жердегі осы ауданда тұрамыз ғой енді. Иә, сол жердегі бір мектепке берем сені. Біздің киімдер алайық, осы киімде жата бер енді қазір. Иә, дұрыс айтасыз. Жақсы, оны светтерді өшірейік, кішкене жаңалықтарыма бір нәрсе көре тұрайық. Иә. Әден телевизор өшіріп кетіғансың, қосты әлі қоспағаныңды, жоқ және ғана қосқан. Әне, жаңалық басталып жатыр, үндемеңдер. Анашым, мен ұйқым келіп жатыр ма? Сау бол, бетімнен сүйді. Ой, анашым. Қарным тойып кеттім. Так, болды, енді кеттім. Не сезем болады? Так, телевизор көріп тұрайын. Болды. Тыңдайыншы осы жаңалықты. Осы жер ғой деп. Жарайды. Сәлеметсіз бе? Не болды? Мен қызымды мектепке берейін деп едім. Қызымыздың аты кім? Айгүл. Мен саған аты күшті екен. Рахмет. Жарайды, мен сіздің қызыңызда мен үшінші А сыныбына тіркеп қойдым. Рахмет. Жасы қаншада? 8-де. Жақсы, жарайды, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет сізге тағы да көп-көп. Оқасы жоқ. Шашып келдім ғой. Так.
Қызым не істеп отыр екен? Киімдер сатып алдым. Мыналарды орналастырайын. Мынаны қазір мусорға лақтырамын. Шаршап кеттім ғой. Так. Мына жерде тұра берсе, мен барып қызыма берейін мына киімдерді. О, анашым, келдіңіз ба? Я, қызым, не бұл анашым? Ой, саған мен киімдер алдым. Қойыңыз, өтірікті суға бермеңізші сіз. Ой, мен шын айтып тұрмын мен. Шын ба? Серьезно? Я, мен серьезно айтып тұрмын, қызым. Рахмет. Мақтым мына киімдерді, ой. Мына киімдерді киіп көрші. Арнайы саған алдым. Сосын мен бір жаңалық айтам. Жарайды, қазір киіп келем. Негізде мына киімдер кием маған ұнап тұр. Бірақ пижама жоқ қой. Жарайды, мына киімді киіп көрейін мен. Анашым, міне киіп көрдім. Вау, қызым, қандай дем болып кеттің, жарқырап тұрсың ғой. Рахмет, келесі киімді киіп көрші. Қазір мына әдемі күлінген. Қап-қара. Так, ал міне. Әдемі болып тұрсың, қызым. Сіз бір нәрсе айтсам дедіңіз ғой. Жарайды, мына киімдерді шешіп келейін мен. Мына киімдерді мен, ой, мына жерде ақша тұр ғой. Тиіспей қояйын оған. Ал мына жерде киім. Қызым, мен мектепке беріп қойдым сен, енді қашан барамын? Бір күннен кейін бар жере ма? Жарайды. Ал енді достар, осымен бізде кедей отбасының 3-ші бөлімі аяқталды. Сіздерге ұнады дегенде арма тіркеле балықтарыңызды жасап подпискамызды сау болыңыздар, 4-ші бөлімін күтіңіздер.